Ассаламу алейкум, Металл KZ каналын тіркілушілер және қонақтар. Бүгінгі видеороликте құрметті Металл KZ каналын тіркілушілер, осы видеодан бастап мен Ақтау қаласы жайлы видеолар түсіремін. Сіздерді таныстырамын өз туған қаламмен. Бастамасы Қашаған Құржеман ұлының ескерткіштен бастап отырмын. Бұл кісі белгілі қазақтың ақыны болған, жыршы. Жалпы Ақтау қаласында 4 ақынның ескерткіші бар екен. Сол міне жаңа біріншісі Қашаған Құржеманұлы, екіншісі Құрманғазы, үшіншісі Абай Құнанбайұлы және төртіншісі украиналық ақын Тарас Григорьевич Шевченко. Соларды біздер бәрін қарап шығамыз, бәрінде көрсетемін. Қашаған Құржеманұлының ескерткіші өте әдемі жерде орналасқан. Қаланың дәл ортасы десек те болады. Көрейік. Осы ескерткіштің тарихқа келсек, мынау үшінші ескерткіш. Ең бірінші ескерткіш 1989 жылда орналасқан, бірақ ол неудачный болып шықты десек те болады. Бұл солаймен жоқ болып кетті бір түн ішінде. Екінші ескерткіш болды, ода дұрыс материалдан жасалмаған, оны алып тастап, мынау қазіргі ескерткіш, бұл содан бері жатқан ескерткіш. Өзі Қашаған деген атына сай. Сол қолында домбыра. Өзі уверенный отыр десек те болады. Өзі мінезде сондай болған. Ашық. Ешкімнен қорықпайтын. Тілі өткір. Өзіме осы үшінші вариант өте ұнайды. Өте дұрыс салынған деп ойлаймын. Қашаған бабамыздан қалдырған үлкен шығармалар бар. Бұлар Адай тегі, Атамекен, Тойбастар дегендер, тағы да басқалар бар. Құрметті көрермен, мына осы видеоларды Ақтау деген плейлистке саламын. Сол плейлистке кіріп қарасаңыз да болады. Металл KZ 2 плейлист бар. Біреу тұрмыстық техника бөлшектеу, екіншісі Ақтау. Сол Ақтау қаласының плейлистіне Ақтау жайлы видеоларымды жүктеймін. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.